Так, все, осы житық болар. Так, барлықтарыңа салам, сендермен лайт. Короче, достар, барлығына сәлем, қалайсыңдар, жағдайларың қалай? Бүгін біздің қыстық выживанияның үшінші бөлімін сендерге көрсететін боламын. Яғни ойнаймыз бірге, не істейтінімізді қазір көретін боласыздар. Короче, мен бүгін қазір жаңа ғана шығып келе жатырмын үйімнен, өзімнің кішкентай және қолымда менің железный лопата 5 штук жасап алған болатынмын. 5 штукпен қазір мен не істейтінсіңдер? Конечно, лопатамен жер қазамыз. Так, достар, видео басталмастан бұрын сендерге айтып кетейін. Дәл осы моментте менің кәдімгі қолдауларың сендердің маған жетпей жатыр выживание түсіретін. Яғни байқаған боларсыздар каналдан видеолардың аздап шығуын. Яғни сендерден сұрауым, лайктарыңды басыңдаршы. Дәл осы моментте асыға түсесің, лайк басасың, болды. И артық болмаса бір каналға жазылсаң да мен саған рахметімді айтатын боламын. Так, короче, көп сөйлей бермей, біз неге кешеміз? Короче, достар, опа, мияқта. Опа, қой өліп қап. Ой, қой деппін, анау кімдікі? Кроликтікі, я. Кролик өліп қаптын мұнда. Ойбай, мұнда да өліп қалған. Қасқыр жүрмін маяқты, наяқта да өліп қалған. Я, пайды, менің ойымша қасқыр жүрдім мұна жерді, тағы да өліп қалған таптым. Значит, реально қасқыр жүр. Но бізге оның қажеті жоқ. Қазіргі уақытта мен өйткені не істейтінсіңдер? Так, короче, мен автоферма жасаймын. Қазір аяқта бізде саванна жақ бар. Саванна жақта бізде тоже деревня бар. Но бұл әзір бұған көшпейміз. Біз көшсек бір көктем жазға қарай көшеміз. Так что қазіргі маған керегі, ең самый важный керектердің біреуі маған жер керек. Мен қазір жер жасап, мұндағы жерге автоферма салатын боламын. Автоферма өйткені мен мынандай фермалармен қыстық выживаниеда мен тамағымды өсіре алмаймын. Білетін боларсыздар, мындай жерлерде мобтар көп жүре бермейді. Анақта қойлар бар, қойлар ғана қойлар ғана бар. Анақта рекаға тықпаған, мысалы мен балық аулай алмаймын. Малдар аз, өте аз. Голем родной, қалайсың, жағдай қалай? Жақсы ма? Жақсы деп. Тауытса жүрсің, Так, жарайды. Короче, маған қазір мобтарды... Опа, наяқты тыква бар екен. Достар, тыкванан мен не жасап алсам болады өзіме? Семеналарын алсам болады, но мен бұны қазір ножницалармен кеп қырқып кетермін. Но қазір керегіміз мына фермерлер мынандай жерлерде өздерінен білесіңдер ғой, енді выживанияда өздеріне мынандай егінмен тамақ табады. Но менде тамақ жоқ, так что мен көп сөйлеп кеттім. Кәдім неше минут болды сөйлеп жатқаныма. Қазір біз барып өзімізге новыйдан не сындыратын боламыз. Как его? Андай жер, сосын мен автоферма жасайтын боламын. Автоферманың бір күштілігі онда біз бәрін смывать етіп жереміз, потом болды. Бізде ондай көптік не болмайды, көптік қиындық болмайды. Менің ойымша автоферма жақсы деп ойлаймын. Так, достар, мен что-то ойланып қалдым. Автоферма жасасам, мен қазір ол автоферма смывать етемін, мынандай болып қалады. Оны қайттан жер қылам. По идее, қателеспесем сонда емес па? Жер қылам. Одан үстіне қайттан не етем. Лучше кәдімгі ферма жасап, өзім қолмен бет сындырып шығып, потом соған сол жерге екіп шыққаным жақсы емес па, по идее. Маған кажется, сол выгоднылау болады. Сендерге қалай екен білмеймін. Мен автоферма өзім баяғыда Overland деген выживание білсеңіздер, сол кезде жасаған болатынмын. А так ол маған не выгодно болды. Мен оны вообще смывать етпедім. Смывать етсем өйткені оны қайттан жасау керек болатын. Проблема көп тұғын, сондықтан істемейтінмін. Қазір мен неғып қар жинап жатыр десеңдер, мен қазір өзімнің фермамды жасаймын. Жителердің фермасына ұқсатып, бөле әдемілеу қылып жасауға тырысамыз. Так что маған қазір өте көп қардың блоктығы керек. Блок, жанын қоршау үшін, немесе, үшін неғықтың қардың бәрін жинап алу керек қой маған. Қайттан қар шығу керек, қыстық жер емес па, қыстық биом дегендей. Қар қайттан шығу керек деп ойлаймын. Так что мен жинап алсам да дым болмайды. Қазір бізде қандай жер бар өзі? Ана жерді, бағанағы жерді көрген жерімізге жасаймыз. Так, достар, менің видеомды до конца және басынан көріп жүргендерге, сендерге от души мен каналымның дамып келе жатқанын көріп, өсіп жатқанымды көріп жатқандар, каналымды лақтырмай, сендерге өте көп рахмет. Первый зритель дейді оларда. Так, короче, мен достар, аяқтың площадьның қарын жинап біттім. Былай қарай қойсамыз, өйстіп қоямыз. Бүйтпей 16-16-тан қоя салым керек. Окей. Так, мынаны қоямыз. 4-ке бөлінген, 4-тен бөлініп кетеді екен, да. Так, осылай. И осылай. Все. 16 блок шықты. Мынадан да 16 блок шыға ма? Мынаны мен сәндеуге қоямын 16 блокты. Өйткені сәндеуге қоймасам, слишком көп кетеді екен. 28-ден зорға жинадым.
Вот, так что сәндеуге қоямыз. Қазір біз ұйықтап алуымыз керек. Ұйықтап алмасақ, менің ауылымда зомбилар пайда болса, менің жителдеріме кәдімгідей қиынға соғады. Мен ондайды қаламаймын, жителдерім өлген де қаламаймын, өйткені мен жителдермен өте көп контент жасағым келеді сендерге, достар. Так что мен қазір өзімнің выбирать еткен үйім бар. Мына жақта өте әдемі. Осылай кірсеңіздер, осылай бар, печка бар, мешка бар, сандық бар, сандықтың ішінде заттар бар. Ұйықтап аламыз. Так, короче, мен сразу жұмыс жасаймыз қазір, өйткені отыра беруге уақыт жоқ. Я мен қазір мыналардың фермасы сияқты әдемілеу ферма жасаймын деп тұр. Так что маған ондай ферма жасаусың өте көп ресурс қажет. Өте көп ресурс қажет. 46 земля. Мен низкий ферма жасасам дұрыс па деп тұрмын ше. Низкий ферма. Потом сыртынан низкий ферма жасасам мына беттен. Өйткені көтергім келіп тұрған жоқ, шын айтайын, мынаған өте көп ағаш кетеді. Ағашты мен сындыруым керек, мынандай топормен ағашты көп сындырамайсың. Мен ағаш топорымен сындырып жүрген вообще. Ой, деревен. Ой, бұл каменный. Короче, мен мынандай ферма жасауым үшін маған так бірінші үш не керек? Су алу керек маған. Суды алу үшін маған ведро керек. Ведроны алу үшін железо керек. Железо менде бар. Голем, братан, не істедің сен? Құлақ қалғансың ба не? Ема, түнімен монстрлармен қырылып денесем, мен ұйықтадым ғой. Голем, братан, обратно домой үшін ба? Ёп твой! Oh my god. Голем, братан, мен сен вообще тием дедім ғой. Жақсылыққа ответің осы ма, бауырым? Жақсылыққа ответің осы ма? Жүш, братан, неге? Мына жарайды, достар, по идее өзі табу керек қой баратын жерін. Мына жақта жүрді жаңа, голем, братан. И былай келген, жынға ұқсап жүрген да. Ақтан құлаған ғой. Бешера. Ой, бешера. Мен парадроз. Так, короче, маған ведро керек дедім. Ведроны жасап та үлгермедім. Голем, братан, деймін деп. Так, опа, дейміз, есіктен кіріп тұрып бүйтіп. Пук. Осылай жасаймыз. Потом осылай. Сен маған 2 ведро керек. 2 ведро. Ойбай, үшеу-ақ қойдым. Окей. Так, железам қалтамда жата берсін. Мында менің өте кереметтей проводым бар ғой. Проводтан әрі қарай кетен құтпай қойым бияқты. Так, осы жерден қазамыз біз. Суын ақ қоямыз. Болды, ақ қоямыз да. Бетін жаппаймыз, өз жабылып қалар. Или жабылмаса, жабылмай қойсын маған ей. Деп кетіп қаламыз, короче. Так, бізде қазір мынандай жер бар. Бұл жердің маған керегі болғанда мен бұяқтың қарын тазалауым керек біріншіден. Қарын тазаламайды істесем болады. Но бүйтіп істегенде қалай істеледі екен, істелеме екен өзі. Так, тұрыңыздар. Істелмейді. Айтып тұрғанымдай қарын тазалау керек мына жердің площадын. Так, онда санап тазалаймыз я. Так, мына жерден бастап салсам мен, да? Жоқ, мына жерден бастап салам. Вот саламаймыш. Так, мына жерден бастаймыз. Біреу, екеу. Ой, блин, достар. Так, жарайды, онда бүйтеміз. Мынанда бүйтеміз, сосын бүйтіп жасаймыз. Сосын бүйтіп жасаймыз. Все. Бүйтіп жасаймыз. Қазір қанша болды бізде? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Так, 10 былай, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Что-то келмей қалған сияқты. Так, тұрыңдар, келмей қалды. Ну, окей. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40. Наяқтар өшіп қалған екен, бәсе неғып келмей қалды деймін. Так. Бүйтіп жасап тастаймыз. Осындай бізде болады деп әшейін жасап отырмын негізімен, достар. Так, мына жердің бәрін мен қарын жинап тастауым керек қазір осы 4 бұрыштың ішіндегі. Өйткені ферма жасау үшін маған біраз жер керек болады. Мына жер маған өте қатты мешет етіп тұр деп айтуға болады. Так, осының бәрін жинаймыз. Маған, кстати, выживанияға адамдар керек. Если сен выживанияға кіргің келсе, даже түсірмейтін болсаң да YouTube комментке жаза бер, мен сені қосып аламын. Радмин VPN деген нәрсе болса, сенде аттарыңыз новый ашшы деп сұрамаңыздар. Просто Радмин VPN-здарыңыз болса, мен сіздерді өте қосып ала салам бұл выживанияға. Маған қиын емес, ондай. Просто ойнауға бірге. Как-никак менің өзім подписчиктеріме ойнағым келеді ғой. Так, мына жерге бұлай қоямыз, нағашке суды аламыз и все. Так, негізі бүйтіп бірінші бесконечный источник жасаған дұрыс. Бұлай,
сосын правильно ештен алып мен ішке қоямыз. Все. Сосын мынау так блин, дұрыс қоймадым мынаны достар. Так жарайды. Былай аламыз. Так іштен қойсам да бола береді. Жоқ, мынаяқтан қоюымыз керек. Все нормально. Что за фигня? Джеки неге қатып қалдың сен? Неге? Мынау да қатып қалған ғой. Так достар, мынаны суды қалай жасауға болады? Мынандай общий қою керек та, біреуін қойсаң қатып қалады екен. По идее, аналар общийдің арқасында тұр ғой, аналардың сулары, Так, сондықтан біз мына жақтан бүйтіп ашамыз. Былай қоямыз. Так, мынаны ашамыз. Былай қоямыз. Мынаны сындырамыз. Все. Так, мына жерден аламыз да. Былай қоямыз. Оп. Мына алып. Былай қоямыз. Так, мына алып. Так, мында су қоймаппын ғой, ұмытып кетіппін ғой. Так, мына жерде бар су. Яқты да бар емес пе, неғып қатып жатыр мыналар. Нермотив жатыр мыналар достар. Сулары қатып, мен немнің бәрін дұрыс жасай алмайтын сияқтымын. Мына кесірінен фермамның несін. Так, мында 4-тік жасай салайық. Болды. Осылай мен ойымша фермам суға толуы керек. Мыналар қатты жақын болып қалды. Ну, ничего. Главное, суланып жатыр ғой. Мынаны қазір шешіп қоямыз. Шетімізді сен қата берме, шешек. Все, мына бәрін енді біз өзіміз мынандай грядка жасайтын боламыз. Чтобы қазір біз болған егеміз. Еще жанын қоршауымыз керек. Бұяқтың. Ой, хорош, красавчик, родной. Молодец. Мына жетілердің өзі айырам деп тұр ғой. Егем, патырлатам деп. Енді жетілге братан еге берер, өзімде егем. Сөйтіп бір егін жасаймыз ғой енді. Қыста осындай қыстық тоңатын, адам тоңатын жерде выживаниемізді жалғастырамыз ғой енді. Амал қанша, амал нешік. Менде қазір мен ойымша нормально. Мен ондай строитель, анау-мынау емеспін. Так что мен ойымша өзіме ұнап тұр өз басым. Сендерге қайдам. Но күшті. Так, мен жетілер кіруі керек бұл неге. Так что мен бұл жерге не жасасам болады? Мен бұл жерге полублокпен қоршасам болады жанында. Полублокпен қоршасам болады. И чуть-чуть факелдар болса. Так, маған бірінші уголь керек. Угольді біз наяқтан ала саламыз. Так, 20 уголь керек. И бізде ағаштың бәрін тұрамыз да. Парам өткіземіз. И мынаған бүйтіп. Пук. Палка жасаймыз. Мында тағы 6 ағаш бар. Оған да палка жасап тастаймыз. Мына палка бөлек нәрсеге кетеді бұлар. Мән бермеңіздер. Так, мына жерге бүйтіп жасаймыз. Все, полублок. Мына не қоямыз? Палка қоямыз астына. И бізге керекті факелдарды аламыз. 30-40 осындай штук жетіп қалар. Так, мына ішке біз өзімізге не аламыз? Все. Енді мынаны смело жеткізіп жасайтын боламыз қазір. Көресіңдер. Жындыма жарқанат не ағып жүр. Жоғыл кетті? Йо. Так, жарайды. Мындағы жерді біз осылай. Ой, бұл. Жарайды, тұра берсін. Осылай. Біз қоршаймыз өзімізге. Аңғайлығып. Мен қазір, мен қатып қалып жаңағы пікам. Есе чөп. Мен саған жоқым бұлай. Так, осылай қойып жүреміз. Наяқты бұрыштарын көтеріп. Так, мына жерді бүйтіп көтеріп жүреміз. Мынаны да көтеріп жүреміз. Так, мынаны сындырып жүреміз. Мынашке қойып жүреміз. Неміз мынашке асықпай қойып жүреміз. Зенесе мынаны бетіне полублок сақып қоймын мен тағы. Так. Осылай жасаймыз. Мынашке полублок қоямыз. Мынашке полублок. Жоқ, мына жерге факел. Так, мына жерге факел. Так, енді мына яқтың факелдарын жасау керек, ё-моё. Все, нормально. Нормас. Так, мындағы жерлерге бүйтіп жасап жүреміз. Оп. Так, мына жерге қою керек. Так, осылай. Мынаны сындыру керек. Мен деген кәдімгідей стройкаға жоқ адаммын ғой вообще. Неге қатып қала берді? Çünkü моз болып қатып қала берді. Мен сендерді не ағып алдым? Мұндай қатып қала беретін болсыңдар. Нормально. Түстім. Так, қайттан жібітеміз. Қатып қалмау үшін мен мынандай жасасам болады.
Бұларда не бар деймін, су қатпайтын. Мынау бар екен ғой. Так, мұзға тықамау үшін мен деген сондай жасауым керек. Маған ондай жасау үшін бірінші ағаш керек. Маған ағаш өте қатты мешайт етеді. Үйімнің жанының дәл алдында тұрып, так что бұл ағашты біз сындырып тастаймыз қазір. Топорымның бірінші қыпылары осы ағаштың кесірінен кетейін жатыр. Но маған бәрібір. Если честно, мына ағашты сындыру керек. Главное, мына ағашты отап, мен өзіме забор жасап алуым керек. Все, мен ағаштың бәрін алдым. И мына ішке ағаштың бәрін бүйтіп қоямыз. Опа. И бүйтіп жасаймыз. Так, қалай еді өзі? Ортасына палка, жан-жағына бүйтіп ағаш. Да. Дәл солай. Осылай жасаймыз и аламыз бұны. Маған қазіргі уақытта кәдімгі простой факелмен ақ жасай саламын. Мен андай не қойып, шам қоятын менде жағдай жоқ. Оған, я. Так что мен қазір бүйтіп жасаймыз да. Бүйтіп жасаймыз. Так, мында қойылады ғой. Қойылса, бұлай өсіп жүргіземіз. Так. Мышықтамадым ба? Әйтеуір. Осыны өсіп жүргіземіз. Бүйтіп жүргізген кезде мен по идее мынандай факел қоюым керек, а жоқ, қоя алмайды екен. Жаль, конечно, этого добряка Дима. Так, былай жүргіземіз сонда. Былай. Сосын былай. Так, сосын былай. Ол по идее нормально. Бұған енді мен факел қойып шығуым керек. Біріншіден факел қою үшін мен қазір былай да қоя алмаймын ше достар. Вообще қиын болып тұр жағдай. Мынаған бірдеме қылып баруым керек мен. Осылай баруым керек екен. Оп. Все, бардым. Енді бүйтіп факел қойып тастаймыз мына жерлердің бәріне. Чтобы біздің жеріміз шамданып тұрады, ортасына шейін және жылынып тұрады. Менің ойымша сондай болу керек. Қазір сосын мен тағы бірдеме істеймін сендерге. Ойларына келді ма, келмеді ма? Так, осылайын аяқты сындырып тастау керек бізге, қажеті де жоқ өйткені. Сындырып тастаймыз. Менде блок болу керек. Да, блок болу керек. 9 блок бар екен. И мына жерден бүйтіп полублок. Жоқ, полублок түсіреміз и потом блок түсіреміз. Сосын блокты полублок сындырамыз. Міне, сосын мына жерден біз өзімізге все. Осылай жасауымыз керек. Сол кезде моз бізде жақсы жағдайда тұрады. Ермейді, ойнандай қатып қалмайды. Өзі ериді факелдің арқасында и және де сынып отыратын болады. Вот. Бұлай жасай саламыз мұны да тағы. Міне, қазір көрсем. Осылай жасайсыздар, потом астына блок қоясыздар. Мына сындырасыздар. Так, мына балтамды лақтырып жүріппін. Балтамен сындырасыздар да. Үстіне бүйтіп тұрып, секіп тұрып, факеліңізді бүйтіп жан-жағына бүйтіп айналдырып қоя саласыздар. Все. Енді менің мұзым по идее ерімеу керек. По идее, но. Әйтеуір, догадка ғой бұл әйтеуір. Жоқтан жақсы ғой. Так что мен осындай жасағым келген, жасап тұрған болатынмын. Так, все. Мына жерге де осылай қоямыз. Осылай, не қоймайды екен. Все, мұздар қатпау керек енді. Смело мен. Не қатып қала береді, мыналар. Ну, окей. Егеніміз дайын, қазір түн, моп жоқ. Мен және де ұйықтап аламын. И мына ішке біз өзіміздің бір егіндерімізді егіп бастаймыз. Менде 13 пшеница бар екен, басқа дым да жоқ екен. Голем окончательно мен охранять етейін деп шешті, по идее. Так, 13 біздің өзіміздің былайна поле чудес деген не алдық. Достижение алдық, достижение. И біздің фермерлар менің егінімді көркейтуге кеткен болатын. Менің егінім өзіме ұнап тұр өз басым. Өте керемет егін жасадым да. Өте керемет егін. Былай қарасаңдар, нормальный егін деп ойлаймын. Так, былай көрсеңіздер өзіңіз міне. Мен мынаның фонында әдемі көрінемін. Короче, достар, енді мен қазір егініме шамалы нелер керек. Разнообразие керек. Қандай десеңіздер, маған бұл егінге как его? Мынандай картошка керек бұна. Я осы ғой іздеп жүргенім. Так, картошка керек. Мына картошка біреу-ақ шықма не? Мына піскен емес пе, неғып біреу-ақ шығып жүр. Жай, піспеген шығар дұрыс. Онда басқа яқты көрейін. Так, мұнда да голем бар екен. Дима біздің ауылда атауы дәу 3 голем бар мен, 2 голем тұра. Мыйма симай тұр достар, 3 голем. Так, 3 голем, тұра.
брат, сен не сатасың? Көрейін. Мынау вообще арзан сатады ғой. 2 көлем. Так, үшінші қайда? 3 көл. О май гад, достар. 3 көлем менің ауылымда. 3 көлем. Мынау мен мобтардан уайымдап қажет жоқ қой маған. Картошка аламын дейді. Картошка жоқ, бермей сатпаймын саған. Саған сатпаймын. Так, мында сен картошканы ұрлай саламын, мен саған сатпаймын. Боласың ба? Так, мындағы картошка егеміз, не қарай? Не, өзі не еккен бізге? Білмеймін, не еккен жағын, но көріп тұрғандарында видеода мен осындай нәрсе жасаған болатын. Нормально ферма деп ойлаймын. Сендерге ұнады деген ойдамын, және сендермен болғанына лайк, достар. Менің выживанияларымды жібермеңдер, күн сайын мен видео түсіруге тырысамын сендер үшін. Сендердің рахметтерің, сендердің подпискаларың дейді ғой. Давайте, достар, лайктарыңды басыңдар.